Шерхан Мұртаза, соғыстың соңғы жесірі. Хадиша тағы да күтіп жатты. Жанындағы орыс кемпір қорылдап ұйықтап қалды. Байғұс жақсы адам, ақ көңіл. Тек түнде қорылдайтыны қиын. Хадиша бұған да үйреніп еті өлген. Екеуі бірнеше жылдан бері бір бөлмеде. Жетім қарттар үйінде бас-басына бір бөлме қайда. Екеуден, кей бөлмелерде үшеуден, төртеуден жататындары да бар. Ольга байғұс жатағын жиі ауыстырды. Басқа көршілермен сыйыспайды. Себебі қорылдайды. Қорылдың емі жоқ. Сондықтан көршілер үстінен арыз түсіреді. Жетімхана бастықтары оны басқа бөлмеге ауыстырады. Онда да тұрақтамайды. Тұрақтап байыз тапқан жері осы Хадишаның қасы. Түні бойы қорылдап шығатын кемпірді кім жақсы көрсін? Бірақ Хадиша ешкімге арыз айтқан жоқ. Өйткені Хадишаға бәрібір. Ол түн баласы ұйықтамайды. Қорылдан ұйқысы бұзылып жатқан жоқ. Ол күндіз мызғып алады, ал түнде көз ілмейді. Ол күтіп жатады. Антына берік. Баяғыда абысыны Ақшаймен ұрсып қалғанда 100 жыл күтем деп қаны қатқан. Ақшай да кесірледі-ау марқұм. Несі бар еді Хадишаның жүрегіндегі жараны тырнап. Байыңды енді күтпей-ақ қой, енді келмейді деп. Сөйткен Ақшай да әлдеқашан өліп қалды. Хадиша әлі тірі. 100 жыл күтем дегені Құдайдың құлағына шалынып, Хадишаның ғұмырын әдейі ұзартып қойғандай. Екі көзінің нұры сөніп бара жатқаны болмаса, әлі әзір ешкімге масыл емес, өзі жүріп тұра алады. Ольга да Хадиша шамалас қартайған кемпір. Хадишадан айырмашылығы семіздігі. Кәрі кісі де осынша семіреді екен-ау. Несіне жетісіп, не жеп семіреді белгісіз. Жетімхананың тамағы адам семіртерліктей емес. Аста төк дәнеңе де жоқ. Тамағы тақыл-тұқыл. Ольга домаланып қалған, денесі іркілдек. Қорылдайтыны содан да болар. Хадиша кейде оны түртіп оятады. Ольга бауыздаған жылқыдай тым қатты қорылдағанда Хадиша қорқа бастайды. Үзіліп кетер ме екен деп төсегінен тұрып барып жай ғана түрткілейді. Анау деп шошып оянады. Әй, Ольга, бір қырыңмен жатсаңшы дейді. Орыс кемпір есін жия алмай, төсектен аяғын салбыратып отырып қалады. Әлден уақыттан соң, менде қыр бар ма байғұс-ау деп, өз денесін өзі қос қолмен айналдыра сипалап шығады. Содан соң, о боже деп болар-болмас шоқынып, жастыққа қайтадан қисаяды. Терезеден бұлдырап, жан-жағына кірпіктерін тікірейтіп оттар жылтырайды. Хадиша төсегінде отырып, сол жымың-жымың жылтырақ оттарға шала соқыр көзімен қадала қарап қалады. Сарғыш оттар арасынан кейде бір өшіп, бір жанып, жасыл, қызыл оттар көз қысып, ойнап тұрғандай көрінеді. Бұл көше қиылысындағы бағдаршам ғой. Бірақ бөтен, мүлде бөгде дүние сияқты. Сол бейтаныс дүниенің арасынан өзі күткен мақсұт шыға келетіндей Хадиша терезеден көз алмай ұзақ қарайды. Аспан қараңғы. Сірә күздің соңы шығар. Аспанды аждахадай аунақшыған қара бұлттар қаптайды да тұрады. Жауыны көп. Жаңбыр терезені тарсылдатады. Терезе жылап тұрады. Терезеден тарам-тарам жас сора-сора боп ағады. Хадишаның да іші уілдеп жылайды. Бірақ көзінен жас шықпайды. Жылай-жылай, көзінің жасы сарқылып кеуіп қалған. Хадиша туасы ауылда өскен адам ғой. Жан-жағының бәрі аспанмен тірескен таулар болатын. Дүние әлемнің бәрі осы таулардың арасында ғана деп ойлайтын. Кейін мектепке барды. Сонда мұғалім айтты. Дүние бұл таулардың арасынан 1000 миллион есе үлкен. Осы таулардың ар жағында талай-талай елдер бар. Тілі басқа, түрі басқа адамдар бар деп. Адамдары құмырсқадай құжынаған қалалар бар деп. Енді міне, 80-нің сеңгіріне келгенде Хадиша сол қалалардың бірінде жатыр. Кішкентайынан көріп өскен таулар бұл жақта жоқ. Тауды сағынады. Көбіне түсінде көреді. Ауылдағы мектепте Хадиша Мақсұтты тұңғыш рет көрді. Бірден жақсы көріп қалды. Екеуі бір партада отырушы еді. Содан ғой Хадиша қазір ұдайы ыңылдап ән салады. Жақсы құлын білінер жорғасынан,
Ғашық болдым мен саған 10 жасымнан, Мақсұт-ау қарағай, өмір өтіп барадай. Хадиша осылай деп Мақсұтын күтіп жатады. Мейірімсіз, безбүйрек Мақсұт келмейді. Міне, 60 жыл болды әлі келмейді. Кейде Хадиша өзін өзі кінәлайды. Иә, бәленің бәрі Хадишаның өзінен болды. Бұған кінәлі неміс емес, соғыс емес, дәл өзі. Мақсұтқа қатты еркелеуші еді, наздана беруші еді. Екеуінің тұңғышы Жанат туғанда Мақсұт Хадишадан қалағаныңды айт, сен маған перзент сыйладың, қарымтасына не сыйлайын деп сұрады. Сонау биік шыңның басында еңлік гүлі бар дейді, соны сыйла деп назданды Хадиша. Содан сол Мақсұт еңлік гүлін іздеп кете барсын. Бір күн өтсін, 2 күн өтсін, 1 жыл өтсін, 2 жыл өтсін, 6 жыл өтсін, 60 жыл өтсін. Сол жоқтан Мақсұт әлі жоқ. Хадиша да қызық қой. Таулардың баурайында дүниеде сирек кездесетін керік қызғалдағы тұрғанда шыңның басындағы еңлік гүлінде несі бар еді? Өзінше еркелегені ғой. Тым назданып кеткен ғой. Тәлпіштеуге келмейді. Назды. Адам байғұс қол жетпеске құмар. Құмар демес, құштар. Қол жетпеске құштарлықты Құдайдың өзі де қаламайды ғой. Анау Икар деген бір тауфиқсыз күннің өзіне жетемін деп аспанға ұшып, күнге жақындай бергенде күйіп кеткен жоқ па? Аспанға ұшсаң ұш, бірақ күнге жақындап нең бар? Адамға нысап керек. Нысапсыз болсаң, налаға қаласың. Құдай нысапсызды қаламайды. Керік қызғалдағы тұрғанда еңлік гүлін аңсаймын деп Хадиша енді қаншама қасірет шекті. Бәлкім Хадиша еңлік гүлін мүлде аңсамаған шығар. Бақыттан бас айналғанда айта салған әзіл шығар. Бақыттан бас айналғанда жаман. Бақыттың өзін аялап, баға білмесең, бақыт басыңнан ұшып кетуі оп-оңай. Соны соңынан түсінген Хадиша қазір сықырлауық темір төсектен аяғын салбыратып отырып, мына заман қай заман, қысқа заман, басымыздан бақ-дәулет ұшқан заман, Мақсұт-ау қарағай, өмір өтіп барадай деп ызыңдайды. Абайсызда үйге кіріп кетіп қайтадан далаға шыға алмай, терезені тепкілеген ара сияқты ызыңдайды. Хадишаның темір төсегі терезенің түбінде. Көзі бұлдыраңқы, шала соқыр болса да мезгілді меңзей алады. Сыртқа үңіліп еді. Қала шамдарының сары кірпіктері шаншыла тікірейіп тұр екен. Шам сәулесін бүркемелеп, әлдене жыбырлағандай болады. Қалың шыбын қаптап ұшқандай. Шыбын ұшатын кез емес, күн суытқан еді. Қар жауып тұр екен ғой деп ойлады Хадиша. Қыс түсті. Бұл қыстан да аман шықсам мүмкін, Мақсұтты тірімде көріп қалармын деп қойды Хадиша. Хадиша Мақсұттан айырылған бері қанша қыс өткенін адасып қала беретін болды. Тек жетімхананың медбикелері оған бір уыс гүл ұстатып, туған күніңіз құтты болсын дегенде ғана өзінің 80-нің сеңгіріне келгенін, Мақсұтты көрмегелі 60 жыл өткенін аңғарды. Медбикелер берген бір уыс гүлді ұстап отырып, баяғы еңлік гүлі есіне түсті. Мақсұтты сол гүлге жұмсап жібергені ойына оралды. Ай, сорлы басым, еңлік гүл менің не теңім, есіл-ердің обалына қалдым ба деп қойды. Терезенің ар жағында қардың қапалақтап, жапалақтап жауғаны анық көріне бастады. Мұнарланып, бұлдырап көрінгеннің өзінде көзімен емес, көңілмен сезді. Терезе сыртына бір шымшық қонғандай болды. Үстіне түскен қарды қанатын қағып, мамығын қобыратып, сілкініп-сілкініп түсіре тастап, әлденеге шиқ-шиқ етіп қояды. Онысын Хадиша анық естіді. Соқырлардың Құдай жанарын алса да сақ құлақ қылады. Адамның бір кемістігін бір жетістікпен толтырғандай болады. Баяғыда соғыс жылдарында Хадиша Мүсірепхан қайнысына таң қалушы еді. Мүсірепхан су қараңғы соқыр ғой, бірақ ауылдың адамдарын анадайдан алыстан танып қояды. Даусынан, жүріс-тұрысынан, тіпті пысылдап дем алғанынан, қақырып жөтелгенінен. Соқырлардың бір көзі қолындағы таяғы,
мүсіреп ханның алғордан кесіп алған қызыл күрең таяғы болушы еді. Өзі салмақты, өзі қатты. Жолдасбек құрдасы білдірмей бұқпалап келіп, мүсіреп ханның құйрығынан теуіп кеп кетпек болады. Ойнаған түрі ғой, бірақ оған мүсіреп хан дайын тұрады. Жолдасбектің бұқпалап келе жатқанын әлде қашан біліп қойған. Аппақ шел басқан көздер аспанға қарап, түк басқан аузы әнтек ашылып қалады. Ештеңе сезбеген болып аңқиып тұрады. Жолдасбек таяқ сілтер жерге жетті-ау дегенде шалт бұрылып, артындағы Жолдасбекті алқоры қызыл күрең таяқпен салып кеп қалғанда, мүсіреп ханды бір теуіп қашпақ болған Жөкең тұра тұмсығына тас тиген төбеттей қаңсылайды да қалады. Мұны көріп тұрған Хадишалар ал кеп бір мәз болып күледі дейсің. Сөйткен Хадиша, соқыр мүсіреп ханның қылығына күлген Хадиша, енді өзі әзге айналды. Екі көздің алды тұмшаланады да тұрады. Көлеукеленіп бұлшық басып қалғандай, орамалмен әр сүртет, бер сүртет, ашылмайды. Жапалақтап жауған қар тыйылар емес. Кей-кейде ұйтқып-ұйтқып жел соққанда терезе алды ақ түтекке айналады. Терезе алдына қонған шымшықтың мамығы қобырап кетеді. Шымшық шиқ-шиқ етеді. Хадиша құстың тілін білмейді, білмесе де сезеді. Шымшыққа пана керек, жылы жер керек, тамақ керек. Ішке кіргізіп алайын десе терезе жабық, шынысы бітеу. Медбикелер таяуда ғана терезенің жыртығын жамап, тесігін тығындап, тас бекітіп тастаған. Хадиша көрші төсектегі кемпірді таяғымен түртіп оятады. Әй, өлгі, тұрай, таң атты, стабай, стабай. Көрші кемпір темір төсекті безілдетіп бері қарап, ауыр анап түседі де, не керек саған деп қотыраш қазақшасымен тіл қатады. Ана шымшықты қара, птица, птица. Көрші кемпір бурыл шашы буда-буда болып, іш көйлегімен төсектен ырғала тұрып, терезенің алдына барып, Хадишаның үстінен асыла сыртқа үңіледі. О, боже, бедняшка замерзла, дейді даусы бақыраңқырап. Анеки, уледей, уледей. Нет, это не воробей, шимшік емес ол. Енді не байғұс-ау? По-моему, ивылга. Ыбылғы деген не тағы да? 12 ұясы бутак ұшында. Құдай зарғалдақ десеңші. Судың жағасында өрімталдың бұтағының ұшына ұя салады. Біздің сайларда көп болушы еді. Ольга аздап қазақша біледі, Хадиша аздап орысша біледі. Сөйтіп ақ 5 жылдан бері бірін-бірі түсініп ақ келеді. Түсінбегенін ыммен, қимылмен жеткізеді. Үкіметтің мұнысына да шүкір, қартайған ғаріптерге, қарт жетімдерге жетімхана тауып берген. Әйтпесе Хадиша кімге сыяр еді? Қартайған абысыны, соғыстан жалғыз ұлы қайрақ қайтпай қалған Гүлшапия табан қайнысының босағасында жатып, жаназасы да шығарылмай, иманы да үйірілмей, ит өліммен дүниеден өтіп кетіпті. Мақсұт пен Хадишаның шексіз махаббатынан қалған жанат тірі болғанда, Хадиша бүйтіп жетімханада жатпас еді ғой. Медбике Гүлбану келіп Хадишаның көзіне дәрі тамызды. Көзінің қышығаны сәл саябырлады. Көп жаса қызым, бақытты бол, деді Хадиша. Бірақ сәлден кейін қайта қышығанда, қу жанымды қоярға жер таба алмаймын. Бұл соқыр көздің қышымасын бір жола жоятын дәрі табылмай ма қарағым, дейді. Гүлбану не дерін білмей қалды. Әзірге табылғаны осы. Бұдан күштісі бар ма жоқ па, оны дәрігер біледі. Бұл бар болғаны. Апа, шыдай тұрыңыз, табылып қалар, дейді Гүлбану. Сөйтші қарағым, әйтпесе соқыр көз не шікәрім жұлып алып тастағым келеді. Осыны ойып алып тастаса қайтеді, ондай амал жоқ па қарағым? Олай демеңіз, апа, көзіңіз жазылып кетеді әлі, дей салды Гүлбану оған өзі сенбесе де. Жақсы сөз, жарым ырыс. Хадиша көзін ойғызып тастау райынан қайтқандай болды. Сыртта боран екілене түскендей, сыртқы дүние тұп-тұтас түнек. Түнек Хадишаға таңсық емес, ол түнекке үйренген. Боранның үдегенін азынаған, боздаған үнінен, терезеге лекілдете соққан екпіннен сезеді. Құлағы сақ. Көз орнына Құдай құлақ берген. Ақ дауылдың уілінен Хадиша ғарыш күйін тыңдайды. Ондай күйді қорқытата да, ықылас баба да шығара алмаған-ау. Арқаның ақ дауыл күйі басқаша, ғалами күй. Аспандағы 1000 миллион аруақтардың қосылып айтқан қорындай,
әрі таңғажайып, әрі қорқынышты. Бір жағынан сол хор айтушылардың арасында болғысы келеді, бір жағынан сұп-суық, беймәлім дүниеден шошынады. Шошынса да бір ынтызарлық басым. Бәлкім сол хор айтушылардың арасында Мақсұт та бар шығар деген сиқырлы үміт. Сені 60 жыл күттім, Мақсұт. Бұл сұм дүниеде келмесең келмей-ақ қой. Енді мен сені ана дүниеден, шын дүниеден іздеймін, әдірәм қалғыр, деп қояды Хадиша ызасы келгенде. Артынша сүрленген, сағыныштан іші бауыры елжіреп, ақ дауылға қосылып, ыңылдап ән салады. Сен зарғалдақ, Мақсұт-ау, мен зарғалдақ, екеумізді дүние қойды алдап. Арамызда алынбас қамал жатыр, өтермеді қамалдан жұлдыз жалдап. Мақсұт-ау, қарағай, өмір өтіп барадай. Ольга кемпір басын көтеріп, сен не заргалдак, заргалдак, сен не ивылғы, что ли, деп қояды. Иә, ыбылғы, өзің ыбылғы, қараң қалғыр, деп Хадиша жастыққа қисая кетеді. Сөйтіп жатып, өзге бір өмірдің өзегіне кіріп кетеді. Баяғы өзінің қоржын тамы екен дейді. Баяғы мың бұлақ, қоржын тамның жамау терезесін тарсылдатып, шақпақтың ақ бораны азынап тұр екен дейді. Жарықтық, шақпақтың бораны ерінсе 2 күн соғады, желіксе 7 күн тұрады, деп қояды Хадиша. Бір кезде сықырлауық есік өзінен өзі ашылып кетіп, қарлы жел лап етіп, үйдің жылуымен араласып, ақ буға айналады. Ақ буалдыр арасынан мұнарланып бір сұлба байқалғандай болады. Мақсұтпысың, дейді Хадиша. Есікті жаба келсеңші, үйдің іші суып кетті ғой. Мен сені келеді ғой деп күтіп жатыр едім. Жақсы болды ғой. Мен сені еңлік гүлін іздеп кеткен екен десем, соғысқа кетіп қалыпсың ғой. Сен қайтып келсең той жасаймын ғой деп, бір құнан қошқарды бордақылап жүредім. Бұйырған екен, жақсы болды ғой. Сұлба үндемейді, не бері жылжымайды. Хадиша өзі барайын десе орнынан тұра алмайды. Қараң қалғыр, қу кәрілік-ай. Бұламық шейін деген асым беді, 88 жасайын деген жасым беді. Мешел боп қалдым, Мақсұт, көзімде көрмей қалды. Бірақ мен сені танып жатырмын. Жылап тұрсың ғой, неге жылайсың? Қайта қуанбайсың ба? Аман есен, өз үйің, өлең төсегіңе оралғаныңа. Сұлба үн қатпайды. Хадиша 2 көзін уқалап қайта қарады. Сұлба дегені қатып қалған мұз сияқты. Мұз адам болса, ол есікті қалай ашты? Әлде әруақ па? Елес шығар. Бірақ тұлғасы Мақсұттан айнымайды. Әй, кімде болсаң жақындасаңшы бері. Шыннан қатып қалған мұзсың ба, адамсың ба? Сұлба не сөйлемейді, не жылжымайды. Егер Мақсұт болсаң тыңда, әңгіме көп. Әлі есім дұрыс, есептеп жүрмін. Мен сені көрмегелі 60 жыл болды. 60 жыл. Сенен қалған жалғыз қыз Жанат бой жетіп, оны теріс аққандағы бір бақа қаңлыға ұзаттық. Одан бір ұл туды. Атын Арман қойдық. Көп ұзамай әкесі көкпарда аттан құлап мойны үзіліп өлді. Артынша Жанат қызың ауырып өлді. Күйіктен өлді-ау деймін, байғұс. Кішкентай Арман менің қолымда қалды. Ешкінің сүтін беріп асырап, итшілеп жүріп өсірдім. Фамилиясын Мақсұтов деп жаздырдым. Жалғыз сиырды сатып оқуға түсірдім. Оқуында бітірді. Жұмысқа Арқалық деген қалаға жіберді. Жұмысқа тұрып мені Арман өз қолын алды. Күн көрісіміз тәп-тәуір болды. Арман немереңді айтам, сол Арман бизнес деген жерден ақшаны көп тауып байи бастады. Әне міне үйленен деп жүргенде бақталастары оны да өлтіріп кетті. Айдалада, елден, туған жерден алыста жалғыз қалдым. Не деген жалмауыз едім. Жан-жанымның бәрін жалмап болдым, Мақсұт. Жылай-жылай 2 көзім соқыр болды. Енді жылайын десем көзімнен жас шықпайды. Қуарып, суалып қалды. Соқыр кемпірді үкімет жетімханаға өткізіп жіберді. Енді жатырмын, қазынаның үйінде. Осыны айтып бола бергенде Ольга оны түртіп оятып жіберді. Хадиша есеңгіреп, аңырап біраз отырды. Жаңа ғана Мыңбұлақтағы қоржын тамда жатыр еді. Енді міне Ақордадағы жетімханада отыр.
Неге ояттың деп ұрысты Ольгаға. Әдемі түс көріп жатыр едім. Мақсұт келіп еді. Ой, извини, пожалуйста. Үйелмендей семіз кемпір өртене жаздап қызарып кетті. Ұяттан беті қызарған адамда иман бар. Сенікі ұйықтап жатып сөйлеген қатты жылаған. Содан мен оятқан. Әй, сорлығар, мен жылаған жоқпын. Міне, көзімде жастығымда құп-құрғақ. Қайдан жылаған деп семіз кемпірге өкпелегендей терезе жаққа бұрылды. Дүлей боран басылғанын сезді. Күн бұлттан шыққан ба деп қалды. Терезе сырты қыбыр-жыбыр тіршілік белгісі бар. Ағылып жатқан мәшинелер сірә. Мәшинелер ағылып жатқан жолдың бер жағында қарайып адам сияқты бірдеңе көрінеді. Адам дейін десең, адамнан әлде қайда үлкен. Хадиша оны бұрында байқайтын, бірақ не нәрсе екенін ажырата алмайды. Діңгек пе дейді, электрдің үйшігі ме дейді. Әрі десе күн тұнжырайды да тұрады. Кейде тұман, кейде боран. Бүгін ғана күн жарқырап ашылғаны, бірақ бәрібір Хадиша әлгі заттың не екенін ажырата алмайды. Көзінің алды бұлдырап, сол қарайған біресе алыстап, біресе баяғы қалпына келіп, мұнартып қана байқалады. Ал бүгін оны Хадиша қалшиып қалған Мақсұт па деп қобалжыды. Жаңа ғана өзі ұрысқан көршісіне бұрылып, әй, Ольга, анау не? Сенің көзің сау ғой деді. Ольга ыңыранып келіп терезеге үңілді. Ол қайсы не сұрайды? Әне, ұп-ұзын, қарайып қозғалмай тұр ғой. Ол қалай енді? Памятник неизвестному солдату. Солдат дейді? Қандай солдат, тірі ме? Нет же, памятник, қазақша білмейді, темір солдат. Үлген, білде, үлген солдат. Хадиша шамалады. Енді шамалады. Қараң қалғыр, ескерткіш десеңші. Мен Мақсұт па деп қалсам? Әлгінде түсімде ол да осылай мелшиді де тұрды ғой. Ольга соқыр көршісіне қарап тұрып, бедняшка деп өз төсегіне барып отырды. Хадиша соқыр көздерін ескерткішке қадады да қалды. Бұрын қалай байқамаған? Далаға шығып, жүруге жараса, сол ескерткіштің түбіне барып отырар еді. Сипап көрер еді. Бәлкім өзі білетін бір-екі ауыз дұғасын оқыр еді. Бірақ дәл қазір бармай-ақ қойғаны да жөн. Өйткені ескерткіш кейіпсіздеу, жырым-жырым. Оны әуелі гипстен құйып, сыртын жез қаңылтырмен қаптаған ғой. Сөйтсе, осы таяуда ғана жез қаңылтырын әлдегімдер сыпырып, жыртып-жыртып алып кетіпті. Жезді, мысты, қалайны, сым темірді қымадай қиып, сыпырып, сиырып алып кететін заман шықты ғой. Оны сатады екен. Сирағыңды сындырып сатқырлар. Ақша төлесе сирағын сындырып сатар-ау, сатылмаған не қалды өзі? Хадиша оны білмей-ақ қойғаны жақсы. Көзді алғанша Құдай адамның өзін алғаны жақсы да деп қойды Хадиша, шинелінен айырылған ескерткішке қадалып отырып. Бір нүктеге қадалып қарай берсең, жансыздың өзі жаны бар сияқты болып кетеді. Мүмкін әлгі медитация дегенмен шұғылданатын көріпкелдердің фәни дүниеден әлдеқашан өтіп кеткен аруақтармен сөйлесіп жүргені осындай шығар. Қадалып қарай берген соң Хадишаға әлгі жалаңаш ескерткіш қимылдағандай боп сезілді. Әй, Ольга, деді көршісіне. Что тебе, старая? Қараш, ана памятнигің тірі адам сияқты қимылдайды. О, боже, еще чего не хватало деп, Ольга төсегінен дөңбекше аударылып, ахлап-ухлеп Хадишаның үстінен артылып терезеге үңілді. Түкте қимылдамайды, төбесінде шымшық отыр, сол шошаңдай береді. Содан саған қимылдағандай болып көрінеді. Может, это иволга? Зарғалдақ сонда отыр ма? Мен білмейді, зарғалдақ, а может быть воробей. Хадиша ойланды. Қыста зарғалдақ мұнда қайдан жүреді? Ол жазған мың бұлақтың сайларында өрімталдың солқылдақ шыбықтарының ұшына ұя салып зарлап отырушы еді. Астында мөлдір бұлақ ағып жатады. Солқылдақ нәзік бұтақтың ұшына ұя салуға мәжбүр еткен сұр жылан ұясын талқандап, жұмыртқасын жеп қояды. Бәлкім зарғалдақ Мақсұттың жаны шығар. Өлген адамның жаны әлде бір мақұлықтың, жануардың біріне ауысады деседі ғой. Әйтпесе қыстың күні арқада зарғалдақ жүре ме?
Кеше ақ түтек боранда неге ол менің тереземнің алдынан кетпей қойды? Мамығын жел жұлмалап, қолбыратып, қалтыратса да кетпей қойды ғой. Мен сорлы соны неге түсінбедім? Терезені ашып жіберіп үйге неге кіргізіп алмадым? Медбикелер терезенің саңлауларын мақтамен тығындап, желімдеп тастап, ашпаңыз деп ескертті-ау, бірақ сірә күн батып кеткен шығар. Өйткені ескерткіштің ар жағындағы көше бойында қызыл-жасыл оттар көз қыспақ ойнай бастады. Қараң-құраң әлденелер қимылдайды. Мәшинелер болар. Адамдар да жыбырлайды. Кілең сұлбалар анық, айқын көрінбейді. Ескерткіште қимылдап тұрғандай болады. Төбесінде шошаңдай отырған зарғалдаққа көз жетпейді. Көрінбей қалды. Тым кішкентай ғой ол. Ол шыннан Мақсұттың рухы болса, онда ескерткіште Мақсұттікі болғаны да. Оның ғазиз басы соғыстың қай жерінде қалды екен? Моласы белгісіз болған соң, рух зарғалдақ ескерткішін іздеп тапқан ғой. Рух жүйрік, рух зымыран. Сталинград пен Ақорда арасы зымыран зарғалдақ үшін пішту қасқағым сәт қой. Хадиша осылай ойлап отырғанда, ескерткіштің төбесінен бір шоқ оқтай атылып ұшып, терезенің алдына келіп түсті. Зарғалдақ екен. Хадиша Мақсұттың өзін көргендей, кәр жүрек кеудесін дүрс-дүрс соғып қуанып кетті. Терезенің шынысын сексеуілдің жігеріндей семіп қалған саусағымен тықылдатып, «Мақсұт, сенбісің? Аман есен келдің бе?» деді. Екеуінің арасын терезенің қырау тұтқан шынысы ғана бөліп тұр. От бейнелі зарғалдақтың жылуынан қырау еріп, шыны бойынан жас сорғалады. «Сен жылап тұрсың ба, Мақсұт?» деді Хадиша. «Мен де жылап тұрмын, бірақ көзімнен жас шықпайды, көзім суалған. Өмір бойы жылай-жылай көз тамырым тартылып қалған». Ерлері соғыстан қайтпаған соң құралпы келіншектер кейін байға тиіп алды, бала сүйді. Тіпті әмеңгерлік жолмен жасөспірім қайындармен некелесіп, 10 бала тапқандары да бар. Ауылдың ақсақал көксақалдар жиналып келіп маған да сөз салды. «Ана Шалабай сенің қайның. Соғыс біткелі талай жыл болды. Мақсұт тірі жүрсе келер еді. Бәрі Құдайдан. Уақыт болса жүйрік, өмір өтіп барады. Дәуренің барда Шалабайға тиіп ал» деді. Мен: «Мақсұт өлді деп естіп пе едіңдер? Бір жапырақ қара қағазда жоқ. Үмітсіз шайтан деген. Мақсұт келіп қалса, мен Шалабай шірікке тиіп алсам, не бетімді айтамын? Байсырап кетіп едім деймін бе? Жер басып қалай жүремін?» дедім. Сақалдары селтиіп, үн-түнсіз тарап кетті. Ақ таяғын бөксесіне басып алып бүкірейіп жүретін Әбіш қайнаға: болмады, қойыңдар» деп шалдарға сөз билетпей тоқтатты. «Сөйтіп мен сені 60 жыл күттім, Мақсұт». Кенет зарғалдақ аспан тілінде әндетіп: «Жүр кетейік, Хадиша» деді. «Қайда байғұс ау? Мыңбұлаққа ма? Мыңбұлақтағы үйің құлап қалған. Мұржасынан түтін шықпайды. Үнсіз, меңіреу. Ауыл басқа жақтан көше салып алған. Мені білетіндерден қазір көзі тірі ешкім жоқ. Кейінгілер бізді танымайды да. Сонда кімді пана тұтып барамыз? Бізді білетіндердің бәрі қазір аспанда» деді зарғалдақ әндетіп. «Әндетпесең, сөйлей алмайтын болғансың ба, Мақсұт?» деді Хадиша, қобыраңқырап қалған бурыл шашын көк тарақпен тарап отырып. Бұрын үсті басына мұқият қарай беретін Хадиша кенет сыланып сипана бастады. «Сенің жалғыз қызыңнан туған немерең Арман мені бір күні театр дегенге алып барды. Сонда көрдім, әртістердің бәрі ән салып сөйлейді екен. Опера дейме. Аспанда да сондай, Хадиша. Ондағылар әндетіп, нәзік әуен салып сөйлеседі. Онда ақырып жекіру, дөрекі, қатты сөйлеу деген болмайды» деді Мақсұт тағы да өте жағымды жүрек жылтыр үнмен. «Кетейік, Хадиша». «Қайда байғұс ау? Жаннат жұлдызға, менің мекенім сонда. Менің қанатым жоқ қой, Мақсұт ау». «Қанатсыз ұшасың. Менің кемпір қосақ деген пырағым бар, соған мініп аламыз. Мені медбикелер далаға шығармайды ғой. Терезені аш. Құлап кетем». «Құламайсың. Құласа тек сенің қабығың ғана құлайды. Өзің кемпір қосаққа қарғып мінесің». Мақсұт айтса, Хадиша неге көнбесін?
Терезенің тұтқасын тартып қалып еді. Желімдеп қойған ақ қағаздар дар-дар етіп терезе ашылды да, жаздан бері леп кірмей тымырсық тұрған бөлмеге ызғарлы салқын ауа лап қойды. Ольга кемпір баж ете қалды. «Что ты делаешь, старая?» Сөйткенше болмады. Терезенің сыртынан құлпырма бір от жарқ етіп, шұғыла шашып, доғаша иіліп тұра қалды да лезде аспанға көтерілді. Қыстың күні аспанның о шетімен бұ шетіне дейін иіліп тұрған шұғыла кемпір қосақты көріп, бүкіл қала шулады. «Астапыралла, астапыралла» деді мұсылмандар. «Господи, Господи» деді христиандар. Мешіттерде азан шақырылып, шіркеулерде қоңырау күңіренді. Ақыр заман деп шулады адамдар. Қыстың қақ ортасында, ақ қар көк мұзда кемпір қосақ иілгенін кім көрген? Құлпырма шұғыла бірте-бірте дөңгелене берді. Шатын табақ, летающая тарелка, НЛО деп қала азан-қазан болды. Жетім қарттар үйіне полиция лезде үймелеп қалды. Мәшинелер қиқуынан құлақ тұнды. Полиция терезенің тұсында жаңа жауған ұлпа қардың үстінде жатқан адамды көрді. Шалқасынан құлапты. Борыл шашын жайып, боран желбіретіп тұр екен. Адамдардың аң-таң қалғаны, құлаған кемпірдің жүзі бал-бұл жайнап, келіншек кезіндегідей құлпырып, күлімсіреп жатыр екен. Кейін оны мәйітханаға апарып, аурулап жуғанда да, бет-аузын массаждағанда да, езуінен әлгі күлкі нышаны өшпей қойды.